Сәлем достар, біз бүгін сіздермен past perfect continuous жағымен танысамыз. Past perfect continuous қандай да бір іс-әрекет өткен шақта басталып, өткен шақта қандай да бір уақытқа дейін жалғасын тауып жатқан іс-әрекет және осы іс-әрекеттің қанша уақыт бойы созылғандығын, болмаса қашаннан бері басталып жатқандығын анықтап айтамыз. Мына сызбаға қарайтын болсаңыздар, мынау қазіргі шақ, мынау. Содан кейін біз өткен шақтағы бір әңгімені айтып отырмыз. Яғни өткен шақтағы бір созылыңқы іс-әрекет өткен шақта аяқталып кеткен. Мына суретке қарайтын болсақ, бұл қыз бала 2 сағат бойы велик тепкен және шаршады да демалуға кетті деп қазір мамалары әңгіме айтып отыр сол туралы. Мысалды оқиық. She had been riding her bike for 2 hours, so she got up for a rest. Ол 2 сағат бойы велик тепкен, содан кейін демалуға кетіп қалған, өткен шақтағы бір уақытта. Бұл жерде өткен шақта басталған іс-әрекет кейде бойы созылып жатады, мысалға 2 сағат бойы, 2 жыл бойы, болмаса қандай да бір уақыттан бері, мысалға 2019 жылдан бері деген сияқты. Сонда for және since сөздері қолданылады. Сонымен past perfect continuous tense ол қандай да бір іс-әрекет өткенде басталып, өткен шақта қандай да бір уақытта аяқталып кеткен іс-әрекет. Яғни қазіргі шақпен байланысы жоқ. Біз өткендегі бір әңгімені айтып жатырмыз. Және past perfect continuous tense before немесе by сөздермен де жасалады. Жалпы формуласы subject деген есімдіктер жекеше болсын, көпше болсын, үшінші жақта болсын, әрқашан subjecттен кейін had көмекші етістігі, одан кейін been сөзі және етістікке ing жұрнағы жалғанады. Бұл жердегі етістігіміз созылыңқы іс-әрекет болатындай, яғни action verbs болу керек. Мысалға play, playing, run, running, cry, crying деген сияқты нақты бізге көрінетін action verbs болуы керек. Ал болымсыз сөйлем жасаған кезде осы had сөзінен кейін not сөзі көмекке келеді. Ал сұраулы сөйлем жасаған кезде subject'тің алдына had көмекші етістігі сөйлемнің алдына шығады. Мына жерде бір анық өмірден алынған мысалға қарап көрейік. Мына жерде суретке қарасақ, мына 2 ұл бала жаңбыр жауғанға дейін 1 сағат бойы доп ойнаған. Сонда жаңбырда өткен шақта жауған, сол жаңбыр жауғанға дейін мына 2 бала 1 сағат бойы доп тепкен. Болмаса футбол ойнаған. The boys had been playing soccer for about an hour when it started to rain. Яғни жаңбыр басталғанға дейін, яғни өткен шақта бір уақытта жаңбыр жауған, соған дейін олар 1 сағат бойы доп ойнаған. Бұл жерде play деген созылыңқы әрекет, яғни созылыңқы іс-әрекет бола алады. Playing, яғни ойнап жүрген, созылыңқы іс-әрекет екендігін және оның қанша уақытқа созылғандығын анық айтып тұр. Біз осы сабаққа дейін барлығы өткен шақтармен танысқан болатынбыз. Past simple, past continuous, past perfect. Бүгін енді past perfect continuous пен танысып отырмыз. Осы 4 шақты салыстырып көрейік. Барлығы да өткен шақ болып саналады, бірақ мағынасы әртүрлі. Past simple. I woke up 10 minutes ago. Мен 10 минут бұрын орнымнан тұрдым дейді. Past simple. Бұл жай өткен шақ. Ал past continuous. When I woke up, my mom was cooking. Мен оянған кезде, past simple. Менің анам тамақ істеп жүрді. Яғни өткен шақтағы past simple, оның сол кезде бір процесс болып жатқан. Яғни анасы тамақ пісіріп жүрген. Екеуі де өткен шақта болып жатыр.
бірақ та мына woke up деген бұл қысқа әрекет. Яғни бұл оянған кезде анасы тамақ істеп жүрген. Ал past perfect. When I woke up, my mom already cooked. Бұл жерде мен оянған кезде бір қысқа ғана әрекет, сол кезде оның анасы уже тамақ пісіріп қойған. Яғни нәтижесі бар. Біз бүгін енді past perfect continuouspен таныстық. Айырмашылығын көрейік. When I woke up, my mom had been cooking for 20 minutes. Мен оянған кезде қысқа ғана әрекет. Сол кезде оның анасының тамақ істеп жүргеніне 20 минут уақыт болған. Яғни cook деген тамақ істеу, action verbs, cooking, яғни созылыңқы әрекет көрсетіліп тұр, және созылыңқы әрекеттің қанша уақыт бойы жалғасқандығын анық айтып тұр. Енді бірнеше мысалды қарастырайық. Бірінші мысал. They had been talking for over an hour when Scott arrived. Скотт келген кезде олардың сөйлесіп тұрғанына 1 сағаттан асқан. Екінші сөйлем. She had been working at the factory for 3 years when it went out of business. Ол бизнесіне кетпес бұрын осы заводта 3 жыл бойы жұмыс жасаған. Үшінші. How long had you been waiting to get on the train? Яғни бұл сұраулы сөйлем жасалып тұр. Яғни қанша уақыт бойы жаңағы пойызды күткендігі туралы сұрақ қойып тұр. Scott wanted to sit down because he had been standing all day at work. Бұл мүмкін көше автобусында болған жағдай болуы мүмкін. Ол, яғни Скоттың отырғысы келді. Неге отырғысы келді? Себебі ол күні бойы жұмыста түрегеп тұрып жұмыс жасаған. Яғни оның күні бойғы әрекет, созылыңқы әрекет, соның салдарынан ол отырғысы келіп тұр. She wanted to sit down because he had been standing all day at work. Жұмыста күні бойы тұрып тұрған орнынан. Соңғы сөйлем. How long had you been studying English when you moved to America? Сен Америкаға бармас бұрын ағылшын тілін қаншалықты уақыт бойы үйрендің? Қазіргі өткен шақтағы әңгіме туралы айтып отыр. Мүмкін сұхбат алып жатқан болуы мүмкін. Ол ағылшын тілін уже үйреніп алған және Америкаға көшіп кеткен. Содан сұрақ қойып отыр. Сіз осы Америкаға көшіп кеткенге дейін қанша уақыт бойы ағылшын тілін үйренген едіңіз деп. Жалпы past perfect continuous көп адамдар үшін қиын болып сезіледі, бірақ сіз контекстпен, өмірден алынған мысалдармен, басқа шақтармен салыстыра отырып үйренетін болсаңыз, анық әрі ұмытпастай етіп жаттайтын боласыз. Және сізге жұғымды, сіңімді білім болады. Бүгінгі сабақ сіздер үшін пайдалы болды деген сенімдемін. Сау болыңыздар. Сабақ ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.